Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен балықты клярда қуыратын боламыз. Егер де сіз балықты дастарханға ерекше әдемі подачамен ұсынғыңыз келсе, дәл осы әдіспен қуырып көріңіз. Ең алдымен тазалап жуылған балығымызды маринаттаймыз. Паприканы, тұзды және де қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзымызды, қара бұрышымызды барлық жеріне жақсылап сіңуі үшін осылай араларынан ашып сеуіп шығамыз. Немесе үлкен табаққа маринаттасаңыз да болады. Енді барлығын сеуіп болғаннан кейін лимонның шырынын қосамыз. Мен 1 килограмм балыққа жарты дана лимон шырынын қостым. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Және де ол жерде басқа да видеолардың сілтемелерін қалдырамын. Егер де сіздер менің каналыма келген алғашқы оқырманым болсаңыз, онда міндетті түрде кіріп қарап көріңіздер. Және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, жаңадан шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қоюларыңызды сұраймын. Енді клярын дайындаймыз. Ұнымызға тұзымызды қосып, бір қабат араластырып, үстіне жұмыртқамызды салып, оның үстінен салқын суымызды құйып, аз-аздан құйып, осылай араластырып шығамыз. Біздің клярымыз қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа болуы қажет. Сондықтан астындағы описание бөлімінде жазылған ингредиенттерді қолдансаңыз болады. Бұл жерде мен 1 килограмм балыққа арналған клярдың рецептісін көрсетіп жатырмын. Егер де сіздер көптеу немесе аздау қуыратын болсаңыздар, ингредиенттерді 2-ге көбейтіп немесе бөліп жасасаңыздар болады. Енді қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Қуырғанға сұйық май, ұн және де клярымызды дайындап аламыз. Балығымыз жақсылап қуырылу үшін, егер де еті қалың болса, осылай ортасынан кесіп аламыз. Ең алдымен ұнымызға аударамыз, содан кейін барып клярымызға аударатын боламыз. Барлығын видеода көрсеткендей осылай жасап шығасыздар. Майымыз міндетті түрде қатты отта қызып тұруы қажет, және де газдың асты қатты отта тұруы қажет. Сол кезде сіздердің балықтарыңыз қып-қызыл болып, жақсылап қуырылып шығатын болады. Тағы да айтатыным, егер де сіздер клярмен қуыратын болсаңыздар, онда балықтың уақытын көптеу аласыздар. Себебі сыртындағы кляры пока қуырылып болғанша көп уақытты алуы мүмкін. Сондықтан қатты қызарғанға дейін осылай қатты қызып тұрған майда ұстайсыздар. Егер де клярға қуырғыларыңыз келмесе, онда жаңағы маринатты жасап, ұнға аунатып, содан кейін майға қуыра берсеңіздер болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Егер де қонақтарға дастарханда балықтарыңыз әдемі болып ұсынғыңыз келсе, дәл осы әдіспен қуырып көріңіз. Қасына әртүрлі оформлениемен ұсынсаңыздар болады. Шөптермен немесе көкөністермен өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі оформление жасап ұсынсаңыз болады. Өте әдемі дастарханда көрінеді. Сондықтан міндетті түрде осы әдіспен балықты қуырып көріңіз. Егер де сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, және де жақын достарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөлісіп жүрулеріңізді сұраймын. Мен сіздерге 2 түрлі нұсқасын көрсетіп тұрмын. Алғашқысы клярда піскен балығымыз, екіншісі клярсыз ұнға аунатып пісірген балығымыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша қай әдіспен қуырғыңыз келсе де, бірінші маринатын жасап, осылай қатты қызып тұрған отта қуырып аласыздар. Барлық жері пісіп шығады, ешқандай жері шикі болып қалмайды. Міндетті түрде отыңыздың асты қатты қызып тұратын болса. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл.